Сол Юсуф алейхиссаламның оқиғасынан бір үзінді бізге де сізге де пайда болып қалар иншалла. Дұға мәселесі, дұға. Юсуф алейхиссаламның бауырлары Юсуф пайғамбарға қиянат қылады. Білесіздер ғой, кейін тәубесіне келіп, әкесіне келіп, Яқуб алейхиссаламға біз үшін Алладан кешірім сұра дейді. Сол кезде Яқуб алейхиссалам астағфиру дейді, мен кейін барып кешірім сұраймын дейді. Дәл қазір емес, кейін барып кешірім сұраймын дейді. Тәфсірде Яқуб алейхиссалам қашан кешірім сұраған, қашан дұға қылған? Сухр уақытында. Яғни таң намазына бір сағаттай қалған уақыт. Түннің ең соңғы бөлігі ол дұғаның қабыл болатын бөлігі. Әсіресе бейсенбі күнінен жұма күніне қараған түн. Яғни бейсенбінің жұмаға қараған түні. Түннің соңғы бөлігі ол дұғаның тез қабыл болатын уақыты. Алланың мейірімі ерекше түсетін уақыт. Сондықтан кім дұға қылғысы келеді, сол уақытты таңдасын.